Саламатсыздар ма? Естіліп тұр ма? Ассалаумағалейкум. Бізді естіп тұрсыздар ма? Иә, естіп жатыр. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Естіліп жатыр. Демек, бастай береміз онда. Қайырлы күн, серіктестер. Қайырлы күн, көшбасшылар. Қайырлы күн, арамызға жаңа қосылып отырған қонақтар. Ассалаумағалейкум, серіктестер. Қалдарыңыз қалай? Жақсыздар ма? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, күн нұрлы болсын. Біз отбасылық жұп, Бегімбет Бәлібай, Құдайбергенова Жанат. Біз тақырыпты айтшы. отбасылық табысқа апаратын жол. Біз жаңадан семья құрып, отбасын құрып, бастап енді алғашқы баламызды көріп, мінекей сөйтіп қуанып, сөйтіп енді қуанып жүргенімізде тоқырау заман басталып кетті. Оны барлықтарыңыздар білесіздер. Содан жұмыстың бәрі тоқтады, жұмыссыздық басталды. Ауылдағы адамдардың бәрі қалаға қарай ағылды. Содан бізде сол адамдардың сарыны ілесіп, бізде қалаға келдік. Жұмыс істеу керек, әйтеуір күн көру керек. Сонан қалаға келіп жұрттың бәрі базар істеп жатыр. Сосын бізде базарға келдік. Сөйтіп әйтеуір базарға кіріп, жұмысымызды істеп, әйтеуір Алланың бұйыртқанын тауып, 3-4 жыл сол жерде базар істедік, Жанат екеуміз. Сөйтіп жүргенде мен жұмысқа кірейін деп, өзімнің мамандығыммен Қазгеоцентрге жұмысқа кірдім. Содан Жанат сол жерде базарда жұмыс істеп қалды, сол жерде жұмыс істеп жатты базарда. Жылдар өтті, күндер өтіп жатты. Бір күндері ол кезде бұндай жабық базар емес еді. Ашық болатын базардың бәрі. Қайыр осы жерге тұрып сауда жасайтын беретін тұғымыз. Сөйтіп әйтеуір күннің суығы бар, ыстығы бар. Бір күндері Жанаттың денсаулығы сыр бере бастады. Сонымен не қыламыз деп мен жұмыс істеп жүрмін, әр қалаға кетемін жұмыспен. Сөйтіп жүргенде бізге Алланың бұйыртқаны Маржан ханым жоқты ғой. Сөйтіп Маржан ханым бізде жақсы өнім бар, соны алып ішіп көріңіздер. Сосын ақ больницаға барып көріне бересіздер, біздің көріңіздер дегендей. Сондай бізге Маржан ханым сондай не айтты, кеңес айтты. Сосын біз ол кісінің айтқан кеңесін ұйғарып, сол кісіден өнімдерін алып іше бастадық. Содан нәтиже жақсы, дұрыс бола бастадық. Сонымен Маржан ханымға айтар алғысымыз өте шексіз. Мейірбек мырза екеуіңізге. Бала-шағаларыңыздың рахаттарын көріңіздер. Мынау істеп жатқан кәсіпкеріңіздің биіктеріне шығыңыздар, Құда қаласа. Бар жақсылықты тілейміз сіздерге. Рахмет, Әлеке. Отбасылық табысқа апарар жол біздің хэппинесте деп біз тектен текке қойылған жоқпыз. Бұл өте бір ұйғарылыммен, отбасымызбен қойылған дұрыс шешім, дұрыс ат деп ойлаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі тақырыбы. Өйткені біз бұл жерде отбасымызбен жұмыс жасаймыз. Қызымыз, медицина саласының маманы, үлкен қызымыз және сол қыздың жолдасы өмірлік Бағдат мырза бізде осы жерде жұмыс жасаймыз. Жалпы 2 отбасы бірге жұмыс жасаймыз. Аллахтың бұйыртқан бізде 4 қызы бар. 4 қызымыздың 2 қызымыз
осы жерде жұмыс жасайды. Аллаға сан шүкір. Сондықтан да біз бұл хэппинес біздің өміріміз, Алла бұйыртып жатырса. Енді мен өзіме кішкене тоқталар болсам, я педагогика саласының маманымын, ұзақ жылдық педагогика саласында жұмыс жасадым. Жаңағы бір тоқырау заманы, тоқырау кезеңі әркімнің де ошағын айналып өтпей кетпеді деп ойлаймын. Бұйыртса, Құдай қаласа, ол кезеңдерді де біз жеңдік. Қалай жеңдік? Біз үй тамтасымызды тастап, қалаға көшіп келіп, қалаға бірге базар істеп, елдің істеп жатқан қара базарын істеп, күн кешіп, жылдам үй тұрғызып дегендей машина алып, лезде аяқ қолымызды жинап өмір сүрдік. Бірақ сол базардан мен қалып қойдым да, жолдасым өз мемлекеттік жұмысына кетті. Сол базарда мен ұзақ жыл, 20 жылға таяу жұмыс жасадым десем өтірікші емеспін. Сол базардан үлкен сыйлық алып шықтым. Әрине, таңның атысы, күннің батысы, денсаулықтан сыр беріп, солай үлкен оталар жасалу керек еді маған. Бірақ Аллаға сан шүкір деп айтам, Аллахтың сүйген құлымыз деп те ойлаймын. Екі дүниенің жақсылығын көрсін, Маржан ханымға алғысымыз шексіз. Және де осы компанияны Қазақстанға алып келген 3 апамызға басымызды иіп, сәлемімізді береміз. Ризашылығымыз шексіз ол кісілерге. Енді сол денсаулықты жүргеннен кейін мен алғаш рет келген кезімде маған табан жапсырмасын берді. Табан маған көп деген өнімдерді көрсетті. Бірақ мен іздегенім осы шөп болса да, мен Қытай деген кезде кішкене тоқтауыңқырап қалдым да, табан жапсырмасын алдым. Табан жапсырмасы біздің үйімізде әрдайым айнаның алдында тұрады. Ол не? Біздің ескі өмірімізді есімізге салып шүкіршілігімізді көбейтуге, ол біздің негізгі бір өміріміздегі ең жақсы құнды өнімдердің бірі. Сол 3 күн өмірімізде сол өнімді пайдаланғаннан кейін әрмен қарай басқа да өнімдерді пайдаланып, мен үлкен денсаулықты алдым бұл жерден. Аллаға сан шүкір. Солай мен Маржан ханымға айттым, мен бұның өтеуін қалай жасасам болады? Мен айналамдағы туысқандарымды сіздерге әкеп берсем, сіз бұйырған нанды жей берсеңіз, солай өтесем бола ма деп едім. Ой, о не дегеніңіз деді. Енді ерекше ғой менің Маржан ханым спонсорым, өте өткір, сөзі жинақы, ісі жинақы, сөзі мен ісі өзіне сәйкес келетін, өте үлгілі отбасы, Төлешевтер отбасы. Мейірбек мырза мен Маржан ханым енді өз істеріне өте бекем, жаңағы сүйіп істейтін істері екенін білдім. Сосын ол кісінің маған айтқаны, мен осы жердегі күнделікті болатын мектепке шақырды мені. Мен жаймен жүруге жарайтын болдым, сөйлеуге жарайтын болдым, күлуге жарайтын болғаннан кейін келіп школаларға қатыса бастадым. Мектепке осы сағат 11-дегі, 12-дегі, кешіріңіздер. Сол мектептің кереметтілігі, сол мектеп менің өмірімді 180 градусқа бұрды. Өнімге деген сенімділігім арман қарай өте жоғарғы деңгейде, отбасымдағы, майда шүйде, семьямдағы қыздардың жаңағы денсаулықтарын жөндеп алдым. бір шама 90 ауыз сөздің 9 түйіні осы жердегі мектептен мен көп өзіме қажетті ақпараттарды алдым. Өте құнды ақпараттар беріледі. Әрбір лидер, әрбір тақырыпты айтқанда солардан керегімді алдым. Жалпы айтқанда, бір дестен байып кету жоқ. Көп адамдар ойлайды, мен бара салып байып кетем екен деп ойлайды. Талды бүгін егіп, алма ағашын, ертең жемісін бер деп біз ол ағаштан сұрай алмаймыз. Неге десеңіз, оған күтім керек. Оның тамырын тереңге кетіріп, оған құнарлы топырақты қопсытып, оған су беріп, оған минералдар беріп жүрген уақытысы ол көзге көрінбейді. Ал біздің білім алуымыз керек бұл жерде. Жақсы адамдардың ісін қайталауымыз керек. Көптеген ілім-білім алуымыз керек. Ал ол ілім-білімді көп адам алғысы келмейді, таңда тұрғысы келмейді, кітап оқысы келмейді, молшылыққа ұмтылатын әдеттерді қалыптастырғысы келмейді. Ал соның барлығын ізденіп, мен ұстаз бала кезімнен арманым, мен адам оқытқанды, бала оқытқанды, жалпы оқыту жұмысын өте жақсы көремін. Солай өзіме қажетті ақпараттарды ала отырып, яғни молшылық әкелетін әдеттер қалыптастыру керек екен. Мынау телефонда қазіргі таңда өте баю қиын емес, барлығы телефонда тұр.
барлығы телефонда тұр. Сонау 2015 жыл мен келген кезімде біз далаға бейтаныс адамдармен жұмыс жасау және ауыл мекендерге баруды қолға алған болатынбыз. Шауып барып жұмыс жасап, бір адамның айналасын ұстап деген сияқты солай жұмыс жасайтынбыз. Қазіргі таңда өте қолайлы, қолымызда смартфон, телефон бар. Бізге мүмкіндікті оқып, тауып, біліп, іздену үшін кітаптардың, мен қазір бір ғана кітапта келіп отырмын, мына жерде қараңыздар. Қазір оны айтамын. Енді қараңыздар, солай ізденістің нәтижесінде қараңыздар, көп адамдар ізденгісі келмейді. Молшылықты әкелетін әдеттерді қалыптастырғысы келмейді. Ол деп отырғанымыз не? Таңда ерте ояну, жоспарлы мақсатқа жоспар жасау, сол жоспарыңмен тіршілік жасау, кітап оқу, таңның берекесін өзіңізге алу, түрлі жаттығуларды спортпен айналысу деген сияқты жалпы майда осындай жақсы әдеттерді қалыптастыру керек екенбіз. Соның бәрін қолға ала отырып, дами отырып, әрине оның қалтамыздың кеңейгендігін, сөздік қорымыздың байығандығын, айналамыздағы адамдардың бизнеске шақыруға, бизнеске келген адамдарды ұстап қалуға деген көптеген осылай ілім білімдердің барлығын алдым десем болады. Солай жүре келе бұл жерде біз жаңағы медицина саласында жұмыс жасайтын қызымызға айттық, Гүлжайна, біз бірге жұмыс жасайық. Бұл мемлекеттік жұмыс сенің ешқандай армандарыңа жеткізуге мүмкіндік жол бере алмайды. Өйткені уақытыңның бәрі шектеулі болады. Ал бұл жерде сен өзің рухани дамып, айналаңа шапағатыңды тигізе отырып, Аллахтың алдында сауапты істі жасай отырып, үлкен қаражатқа ие болатын нағыз жүйе құрып қойған компания екен бұл. Бұл басқа компаниялардан артықшылығы мүлдем жермен көкте екен. Әрбір сатушы желілік бизнестегілердің үйінде товар тұрады. Ал бұл жерде товар тұрмайды екен. Тек қана өзіңнің ішкі жан дүниеңдегі біліміңді халыққа айта отырып, адамгершілік тұрғыда, адамдарға қазіргі таңда мейірім жетіспейді. Бұл жерде мейірімділік бере отырып, түзу сөйлеп, түзу жүріп, таза сөйлеп, адамдарға жақсылық жасай отырып, адамдарға қамқорлық көрсете отырып, денсаулығын реттей отырып, үлкен табысқа кенелу мүмкіндік бар екен. Көрдің ба? Дей отырып, бірінші Гүлжайнадан бұрын күйеу балаға ауыз салдық. Өйткені үйінің тірегі, үйінің бала-шағасының, отбасының негізгі тірегі ол кісі. Сол кісіні біз бірінші жұмысқа шақырдық. Әрине ол кісінің елі бөлек, жұрты бөлек. Ол біреудің мәпелеп отқан баласы, ол мемлекеттік жұмыста істеп жүрген бала, отбасының иесі. Сол жігітті біз жаймен ақшаның көзін көрсетіп, мінекей апта сайын ақша жатырмын. Апта сайын ақша алу деген ол үлкен еңбек. Бірінші өзімді отбасыда нақты дәлелдеп, хэппинесте керемет өнімнің бар екендігін, денсаулығын көрсете алсам, енді бұл жердегі ақшаның бар екендігін көрсету, ол менің қолымда болды. Солай мен соны көрсете отырып, күйеу баламызға жаймен болашақ желілік бизнесте ақшаның барлығы, кәсіпте береке бар дей тұра, әртүрлі жақсы әңгімелерімізді айта отырып бетін бұрдық. Одан кейін жаңағы медицина саласында істейтін қызымызды алып келдік. Солай бірнеше жылдың көлемінде отбасылық бірге болып жұмыс жасағанның берекесінің барлығын мен айтып жеткізе алмаймын. Әңгімеміз де бір дастарханның басында бөтен әңгімеміз жоқ. Тек қана осы жұмыстың саласында даму, өркендеу, өсу жайлы әңгіме арамызда. Бірімізден білмегенімізді біріміз толықтырып, осылай Құдай қаласа 10 жылдың көлемінде жұмыс жасап жүрдік. Сөйте жүрген кезімізде шүкір Аллаға 40 циклды жаптық, Аллаға саныш тоба деп айтайық. 40 циклды жаппас бұрын, 10 циклды жапқан уақытымызда уже менде сенімділік пайда болды, менде қаржылық сауаттылық пайда болды, тоба деп айтайын. Сол уақыттарында маған запчасты сататын кәдуілгі қара базардағы қарапайым ана келді. Жас шамасы 60-тардың шамасында ол кезде. Сол кісіден өнім сұрап келді. Әрине, сол өнім деп отырғанымыз біздің геморрой немаз сұрап келген анадан қазіргі таңда үзеңгіге аяғын салайын деп тұрып қолақыран болуға, сол кісіден мықты лидер шығарғаным мен үшін өте үлкен қуаныш. Сөйте тұра, содан кейін бізде енді менде сенімділік орнады ғой. Жалпы дамып жатырмыз, бұл болашақтың бизнес екенін. Яғни жетістікке жеткің келсе дейді, ескі біліммен
жетістікке, жаңа жетістікке жету бұл мүмкін емес нәрсе екен. Сондықтан сол заманның жаңағы деңгейінде қалып қоймай, бұрын яғни жақсы жетістікке жеткен келсе, бұрын жасамаған ісіңді жаса деген. Демек, мен бұрын жасамаған ісімді жасап жатырмын. Менде үлкен мүмкіндіктер бар. Мен кімнен кеммін? Мен армандарымның барлығына қол жеткізе алатынымды, армандар картасын жасап, сол картаға лайықты күнделікті жоспарменен, мақсатпенен тиянақтылап тұрып жұмыс жасаған нәтижесінде ілгерілеу болып жатқаннан кейін мен класстастарыма қарай атақаға шыға бастадым. Шүкір тоба деп айтайын, қазіргі таңда 6 класстасымыз нақты жұмыс жасауда. Осы қаладан тыс 150 километр жерде мектепте мұғалім болып істейтін класстасымызда қазіргі таңда 10 циклды алқымдап жұмыс жасап, осы жабайын деп отыр. Алды 30 циклдың үстінде 35 циклға аяқ басты бүгінгі таңда. Мінекей ол деп отырғанымыз біздің отбасы үшін үлкен жетістіктің, жеңістің бірі. Әрине, жетістік оңайлықпен келмейді. Оның арасында жаңа біреулердің сенбеймін деген сөздері, біреулердің сетевой ма деген, сен машинистсің ба деген бір сондай алып қашпа, оғаш сөздері бұл жердегі қиындық, басқа қиындық жоқ деп ойлаймын. Ал жетістікке жеткен адам ешқандай жеңілмеген деп айтуға келмейді. Жеңілген жағдайда соны жеңген адам ғана жетістікке жететіндігін айтқым келеді. Енді бұл жерде тағы да айта кететін жағдай, сол класстастарымызбен жұмыс жасай отыр, бұл менің класстастарым болатын болса, қазіргі таңда менің жолдасымның Әлекеңнің де 4 класстасы бізге іске кірісті. Сонау Ақтөбе қаласынан кеткен қыз бізбен бірге Құдай қаласа жұмыс жасап жатыр. Және де өзінің жолдастарының келіншегі қаладағыда 2-3 класстасы жұмыс жасауда. Аллаға шүкір. Ол класстастар қалай келді? Ол кісілер бұл кісінің жетістігіне келді. Ал бұл кісінің жетістігі, мен мақтанам, жолдасымменен пенсияға 3 жыл қалған уақытысында отбасы болып, қой, мына жақта осындай керемет мүмкіндік бар екен ғой, мен текке ол жақта уақытымды кетірмеймін деген ниетпенен бұл кісі өзінің ер азамат тұрғысында шешім қабылдап, қалай келгендігі жайлы өзінен кішкене бір ауыз сөзін тыңдасақ, Әлеке, өзіңізге. Рахмет. Әрине, жұмыс геодезияда істеп жаттым. Біраз уақыттар өтті. Енді жұмыс болғаннан кейін жақсылығы, қызықшылығы да болады, қиындығы да болады. Тәртіп күшті, секретный жер, мысалы, картаға түсіреді секретпен. Сөйтіп жүргенде осындай 3 жыл пенсияға 3 жылым қалған уақытта Жанат айтты, бәріміз бірге істейік та, қыздар өсе жерде, күйеу балдар да өсе жерде, бәріміз өсе жердеміз деп сөйтіп маған ауыз салды Жанат. Мен соя 3 жыл қалды ғой, енді сәл шыдайық, Құда қаласа бір жерден пенсияға шығайын. Сосын пенсиядан кейін мақұл сояқта бірге істейміз бәріміз дедім. Сөйтсем, бірге жоқ, әлден не қыласайшы, бірге мынаяқтан да тапқан ақшаңды бұяқтан да табамыз деп. Мен жаңа жұмыстан шықсам, жаңа бір түрлі жағдай семьямды асырай алмай қалатын сияқты болып қаламын. Сондай күйде болдым. Енді өйткені қыздарымыз, балдарымыз жас әлі. Алды екеуін ғана аяқтандырдық. Олар институтқа оқып жатыр, 3-шіміз. Сосын қой, осылар сал аяқтансын да, жұмыс істей тұрайын да дедім. Сонымен жоқ, не жерден де сол ақшаны табамыз, бірге істейік деді. Сонымен екі жақты салыстырып, өзім жұмысым салыстырдым, бұяқты салыстырдым, тексеріп көрдік. Сөйтсем, бұяқтан да күн көре алатын сияқтымыз. Сөйтіп, қой, мен марттың 1-інде приказ алып кетіп, ноябрьдің аяғында келетімін жұмыстан. Сөйтіп, 2-3 ай ғана демалыс болады қыста, сонда ғана Жанатқа келіп жәрдем беріп, жан-жаққа командировкаға шығамыз, әйтеуір адам іздейміз, сөйтіп жұмыс істейтінбіз. Қой, одан да мен отбасымен бірге жұмыс істеймін, балдардың қасында болайын. Ондай қандай рахат. Сөйтіп, екі жақты салыстырып, ұйғарымға келіп, осы Хеппинс компаниясына осы жаққа бас бұрдық. Сөйтіп, бұл жерде жақсы, өте орта жақсы екен, бәрі бауырмал, аймақтық басшымыз Бейбіт Күләзинова өте тамаша адам, Қуандық Мырза екеуі. Кесең жақсы қарсы алады, не деген тамаша жер. Сөйтіп, осы жаққа келіп, жұмыс бастап кеттік. Сөйтіп, Құда қаласы осы жақында ғана
сол 3 жылымызда демде өтіп кетті. Пенсияға документ тапсырып қойдым уже. Енді Құда қаласа пенсионер болып жатырмыз. Иә, енді Хэппинесте армандар орындалады. Өте жақсы жер. Болашақ бар бұл жерде. Мынау мысалы үшін жастарымыз біздің мынау үлкен қызымыз деп жаңа Жанат айтып өтті ғой. Қызымыз да біраш болған қызымыз осы жерге келді. Күйеу баламыз Қытайда жұмыс неған оқыған, ол да осы жерге келді. Үшінші қызым да, төртінші қызым да осы жерде. Бұл компания өте жақсы жоспар құрып қойған. Мына үш апамызға рахмет. Осындай қанша қиыншылықпен осындай жоспар құру оңай емес. Бізге дайын жоспарды беріп, осы жоспарға жақсы түсінсек, ары қарап жұмыс істеу оңай. Только талпыну керек. Сәл өзіңді өзің қинасаң, жұмыс та бар, ақша да бар, арманыңыз орындалады. Өте жақсы жер, өкінбеймін беріп келгенімізге. Отбасымызбен өсердеміз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Өзіңді қинасаң дегенде көпшілік ойлап қалмасын, жаңа келген әріптестер. Бұл жерде қиын тірлік бар екен деп. Бұл жерде қиын тірлік жоқ, ағайын. Құрметті серіктестер, жаңа мақсат орындалу үшін алға ұмтылу керек қой, сол үшін. Өте орынды айттыңыз, рахмет Әлеке. Жалпы байлыққа жету құпиясы мына біздің миымыздың ішінде екен. Барлық байлық біздің миымыздың ішінде екен. Мен соны білдім осында келіп. Енді оған дәлел ретінде айтар болсам, сол ізденудің нәтижесінде қайтсем командамдағы адамдардың барлығы өзіңнен озып кетсе екен, үлкен жетістіктерге жетсе екен, біз жеткен жетістіктерге жетсе екен, біздегі жетістік не ол? Біздегі Аллаға сан шүкір деп айтам, денсаулығымыз бар отбасымызбенен. Өйткені барлығымыз осы салада болғандықтан біз өнімдердің қалай ішу керектігін, қай уақытта ішу керектігін, біздің ағзаларымыздың яғни уақыт сағаттары максималды, минималды, мына Тибет медицинасында оның барлығын біз отбасымызбен білеміз. Өнімді үйге апарып қойған уақытысында әрқайсысы өзіне қажетті өнімдерді ішіп, өз денсаулықтарын өздері жөндейді. Бұндағы бір кереметі осы екен отбасылық жұмыс жасайтындығының. Және міне байлыққа жету құпиясында балаларымызбенен оқыған кітаптарымызды отбасыда талдаймыз. Мінекей, мен мына Боди Шефердің қаржылай сауаттылыққа деген кітабын мен оқысам, бала шағамда оқып өзіндік дамып жатыр. Сол Боди Шефердің кітабын оқи отырып, тағы да басқа да кітаптарды оқи отырып, мен осыны тек қана өзім оқымайын, командамызбен бірге оқиыншы деген менде бір идея пайда болды. Жалпы кәсіп идеядан тұрады. Байлық идеямен келеді. Байлар идея ойлағыш болады. Ал кедей адамдар өздерін, енді кедей деп ешкімді төмендетейін деген ойым жоқ. Жалпы кедейлікке апаратын жол адамның ырқына көнбейтін, біреудің идеясымен ғана, мысалы бір жерден салон ашқысы келеді, мойка ашқысы келеді, кафе ашқысы келеді, біреудің істеген тірлігін қайталағысы келеді. Қараңыздар. Ал байлар бұрын істемеген тірлікті жасап, идеяменен жаңа ешкімдер жемеген нәрсені жегісі келетін, ешкім көрмеген саяхатты көргісі келетін, ешкімнің жетпеген, істемеген нәрсесін кәсібін істегісі келіп тұрады екен идеяменен. Сондай ой келді дағыны, мен таңда береке бар. Таңның адамзатқа берер пайдасы дәулетті болу, денсаулықты шыңдау сияқты жалпы таңның адамзатқа беретін шексіз құдірет күшінің бар екенін білдім дағыны. Давайте команда, сағат 5:30-да кітап оқысақ қалай қарайсыздар? Ешкім ұйқыдан оянған жоқ, барлығы ұйықтап жатқан уақытта мына ми сағат 10-нан демалып, таңғы 5:30-ға дейін уже ұйқы қанады, ол денсаулыққа өте пайда. Уақытылы ұйықтамаған жағдайда ол денсаулық бұзылады. Гормондардың барлығы әрине өз дәрежесінде жұмыс жасай алмай, бірінші ол кезекте ұйқы дұрыс болу керек, тамақ болу керек, таза ауа, су ішуіміз керек. Ол өз алдына нәрсе. Сол енді таңда тұрып біз кітап оқиық, қалай қарайсыздар деп кітапты біз әуелгіден Азамат Ысқақовтың «Сен» атты кітабынан бастадық. Азамат Ысқақов қазақтың қара көз жігіті отбасы, қарапайым жерден шыққан отбасы, ол да ізденістің нәтижесінде осындай кітап шығарып отыр. Дайын біздің қолымызда материал. Сол «Сен» кітабын оқыдым өзім.
сөйттім дағыны өзім алған мәліметтерді өзге командамдағы адамдар да алса, ойымыз бір жерден түйісіп, арман қарай командалық ұйымшылдықпен деңгейіміз бір болып тұрады, әрекетіміз бір болып тұрады, мақсатымыз айқын, болады ғой деген ниетпен таңғы 5:30-да біз кітап оқи бастадық командамызбен. Ол кітапты оқығаннан кейін көз жүрекке түзеледі дейді. Кітап оқу барысында өзіміздің кемшіліктерімізді байқап, оқыған кітаптарымыздан 1 минуттық ойыңызды түйіндемеңіз жасаңызшы, 1 минуттық ой түйіндемеңізді жасаңызшы деп солай біріміз басқарып отыратын болдық. Ол кітапты оқымас бұрын бәрі Аллахтың құдіреті. Аллах адамзатты бұл дүниеге әкелудегі басқа жаратылыстардан артықшылығы осы жердің бетін нұрландыру үшін, жарықтандыру үшін жіберіп отыр. Қараңыздар, неге біз Аллахтан бастамасқа деп, біздің арамызда діни сауаттылығы бар, атын атап өтейін, Ұлбике ханым бар. Ұлбике ханым, сіз осындай діни сауаттылығыңызбен 10 минут уақыт сіздікі, қалған 50 минут менікі болсын деп, солай біз Аллахтың 99 есімін бастап, бәрін Аллахтан бастап салауат айтуды 3 рет тағы да сондай Аллахтың 99 есімінің 10 есімін қайталап, әрбір есімінде үлкен тіршіліктің мәні жатыр. О дүниенің де, бұл дүниенің де, Аллахтың 99 есімінде. Солай атаудың нәтижесінде әрман қарай қалған 50 минутында кітапты оқимыз. Бір адам кітап оқып отқан кезде, екінші адам ұйықтап қалмасын деген оймен, тоқтаңыз, пәленше оқыңызшы, енді әрман қарай жалғастырыңыз. Бір 5 минут, 7 минут оқығаннан кейін тоқтатамыз, келесіңіз оқыңызшы деген сияқты. Әр адам оқимын ғой мен қазір, ұйықтап қалмайын деп, әр адам сергіп отырады андай. Ояну мақсатында сұрақтарға жауап беретіндей болып, сондай болып отыратындай дәрежеге жетіп, солай кітап оқып бастадық. 1 жылдан асып жатыр, тоба деп айтайын. Кейін уақыт өте келе, көш жүрекке түзеледі деген себебін біз өзіміздің ой түйіндемемізді айтатын болдық. Және кітап оқып болғаннан кейін жарты сағат өздеріңізге көңіл бөліңіздер, ойға түйгендеріңізді, негізгі кілт сөздерді тетрадтарыңызға жазып отырыңыздар деймін. Оның бір сөзін айта кетейін. Бізде мысалға сөзде құдірет бар. Қараңыз, сөз дұға дейміз. Қараңыздар, мысалға қараңыздар, Азамат Ысқақовтың Сен деген кітабын оқыдық. Одан кейін Мен деген кітабын оқыдық. Сен деген кітапта әдет қалыптастыру, таңнан кешке дейінгі істеген жұмысыңа есеп беру, жақсы әдеттерді қалыптастыру. Жақсы әдет деп отқанымыз, таңда тұру, су ішу, жаттығу жасау, жұмыс туралы ойлау, өзіңді жұмысқа жаңағыдай мотивационный сөздермен өзіңді қайрап жұмысқа әкелу, жұмысқа келген кезде эмоциямен жүру, айналаңа жақсы сөз айту, баталы болу деген сияқты айта берсек, сондай. Сосын автобусқа мінгенде де, үйде отырғанда да, сәл қалтарыс болып қалған жағда салауатты айту деген сияқты, не ойыңда арманың бар, соған лайықты салауатты айтып, Аллахтан тілеу деген сияқты, сондай бір керемет дағдыларды, әдеттерді қалыптастырдық. Одан кейін Мен кітабында өзіңнің табиғи болмысыңды тану, мен кіммін жалпы, мен қайда жүрмін, не істеп жатырмын, бұның артында не бар, болашақ бұның артында не күтіп тұр, мен осы жүрген жүрісімнің, айтқан сөзімнің артында не бар деген сияқты, оның артында үлкен мән жатыр. Мен кітабында да өте керемет Азамат Ысқақовтың. Одан кейін Вавилондағы бай адам. Енді дені сау тірі адамға әрине байлық керек қой. Бәріміз сол көк қағаздың соңында, доллардың соңында бірдеңе тапсақ деген ниетпен таңның атысы, күннің батысы жақсы әдет қалып былай жүрміз. Қараңыздар, адамдар ойлайды, бай болу өте қиын дейді. Бай болу жақсы әдеттерді үнемі қайталап отыратын болсаңыз, өзі байлық бізге келетінін, жақындайтынын білдім мен. Әрмен қарай Вавилондағы бай адам жоқ қара жерден өзіне тәлімгер тауып, сол тәлімгердің айтқанын істеп, арбакеш аркадтың тәлімгер тауып, сол тәлімгердің айтқанын істеп, Вавилондағы ең бай адам болып, мінекей тарихта қалғандығы. Міне көрдіңіздер ма? Бұл жерде бизнесте жоқтан бар шығару мүмкіндігі. Happiness компаниясында мінекей дайын құрал біздің өнімдеріміз тұрғанда, бізге ешбір уайым жоқ. Осыны ақпараттандыру арқылы, осыны жарық қып, әдемілеп бір өзін суреттеп тұрып, майдан қыл суырғандай қып, жарнамалау арқылы үлкен жетістікке жетуге бізге жүйе құрып қойған. Міне Чоувенсин мырзаға, президентіміз, Разихан Умаровнаға, Сөйлешхан Умаровна, Райхан Умаровнаға алғысым шексіз. Сонау
2009-да біздің маркетингті құраса, сол маркетинг әлі күнге дейін келе жатқан маркетинг. Мен сонымен мақтанамын. Өнімге жылда өнім қосылып жатыр. Не керек жаныңа? Денсаулық керек па, ақша керек па? Ал енді ақша керек болатын болса, заманның ағымына сай ескі білімді тастап, жаңа кәсіпке бет бұрдың ба, жаңа бизнестің жаңа жолын үйренуіміз керек. Ол қандай дегенде, жаңа әдеттерді қалыптастырсақ болды екен. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да енді Вавилондағы бай адамдан кейін сол қаржы таппайтын адам болмайды. Сол қаржыны реттілікпен жұмсау, тапқан ақшаны 10%-ын жасау, және оны тәртіппен жұмсау. Тәртіп дегенімізде бір жолында 10%-ын салдың ба, келесі аптада салдың ба, арғы аптада ұмытуға болмайды. Оған тәртіп керек. Көрдіңіздер ме? Сондықтан осындай жүйелерді Бойлер Шефердің қаржылыққа тәуелсіз жолында оны да оқып бітіріп тастадық та, соңында осы кейінгі кезде біз аяқтаған жоқпыз. Кемел адам кітабын оқып жатырмыз. Жаңа бір сөзімнің арасында айтып қалдым, сөз дұға дедім. Біз әрбір сөзімізді жөндеуіміз керекпіз. Қиқаңдап, жаңағыдай, менің жолым болмай жатыр, маған осындай болып жатыр, адамның бәрі ақшасы жоқ, алмайды, кризис, январь, февраль, мертвый. Жоқ, ондай сөзді біз айтпауымыз керек. Жоқ десең, жоқ көбейеді. Ал бар десең, берекең кіреді. Сондықтан кемел адамды көріп отырған оқырмандардың ішінде бұрын соңды оқымаған адамдар болатын болса, мен бір ғана қысқа бір сөзін ғана оқып бергім келіп отыр. Сөзіңді түзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады. Ал мінезің сенің тағдырың. Көрдіңіздер ме? Қандай шәкәрім Құдайбердіұлы жазған екен. Өте керемет. Оның мағынасын тереңінен түсінеді адамға. Өйткені біздің сөзіміз дұрыс болу керек. Біз осы сөз арқылы біз бүткіл арманымызға қол жеткізуге болады. Осы сөз дегеніміз не? Осы өнімді айту, айналаңа шапағатыңызды тигізу. Қараңыздар, сөзімізді жөндеуіміз керек екен. Сондықтан да, кішкене ойымды жинақтап алайын. Жалпы мен сата алмаймын дейді адамдар. Мен сата алмаймын дейді. Қараңыздар, қандай адам сата алмайды? Ол адамның екі түрі болады екен. Бірі тәкаппар адам, ал екінші тәкаппар адам дегеніміз кім? Ол өзін жоғары ұстайды. Мынау министр, болмаса мынау доктор, мен оған барып соны айтуым керек па? Ол маған, сен докторсың ба, сен қожуынсың ба десе, мен не деп жауап беремін? Қой, лучше оған айтқанымша, өзімнің баяғы сол полымды жуып, баяғы сол мен докторскийімді жасап, болмасам басқа кәсібімді жасап жүрейін деп ойлайды адамдар. Ал екінші бір адам өзін әрдайым төмен санайды. Мен оған айта алмаймын, сөзімді жүргізе алмаймын деп, ол өзін әрдайым төмен санайтын адам екен. Бірақ оны өмір аямайды. Өмір сенің босаңсысаң, өмір сіздің аямайды. Өйткені күніге заман өзгеріп жатыр, уақыттың деңгейі өзгеріп жатыр, талаптың ыңғайына қарай. Біз айттым ғой бағана сөзімнің басында, ескі біліммен біз жаңа кәсіпті жасай алмаймыз дедім. Біз бұрын 15 жыл бұрын адамдарға барып тікелей ақпарат берсек, қазіргі таңда да тікелей айтамыз. Бірақтан да қазір сот желісі арқылы, TikTok желісі, таргет желісі арқылы, сторис дейді, инста дейді, басқалайда түрлі. Мінекей қараңыздаршы, біздің қолымызға дайын смартфон тұр. Смартфоны жоқ, адам жоқ қазіргі таңда. Осы телефонды орынды пайдалану арқылы барлық мүмкіндікке жетуге болады. Қазіргі таңда біз отбасымызбен бұл жерде нақты айта кетер болсақ, Аллаға шүкір, екі қызымыз жаңағы медицинаны бітіріп, қызыл дипломменен әрине, сондай бітіргеннен кейін біз ата-ана, біз не үшін оларды өмірге әкелдік? Олар тегін оқыды мектепті, олар тегін оқыды академияны, қараңыздар. Өйткені олардың өздерін білімдерімен алып шықты. Олар бір қызыл дипломды алып жатқаннан кейін біз ата-ана тарапынан әлеке біз қарап отырмайық. Біз де ата-ана тарапынан жақсы жерде жүрміз, жақсы жерден апта сайын табыс тауып жатырмыз. Біз ақшаның бар екенін көрсетейік деген ниетпенен біз екі қызға, Аллаға шүкір деп айтайық, автокөлік сыйладық, тоба деп айтайық. Ол да бір үлкен ата-ананың бір үлкен қуанышы. Бұнда алып қуанбау керек екен, кім не береді деп күтпеуіміз керек екен. Біз берушілердің қатарынан болсақ, біздің жолымыз ашыла береді екен. Әрбір адам киелі, әрбір адамның ұлы, әрбір адамның ішкі жан дүниесінде тұнып тұрған бір бұлақ бар. Сол бұлақтың көзін көп адам аша алмай, бұл дүниеден өтіп кетіп жатқан қанша адам бар. Мына өнімді ішпей, тәкаппарлық танытып, ішпей өмірден кетіп жатқан қаншама адамдар бар. Сондықтан да
әрбір адамның жүрегіндегі тылсым бұлақтың көзін ашу міне көшбасшылар біздердің қолымызда. Әрбір адамды жетектеп, жетелеп, санасына осындай керемет мүмкіндіктерді беріп, ол адамның барынша жетелеп ашуға тырысуымыз керек. Ал ашылмаса, біз оған энергияны көп жұмсамауымыз керек. Келесі адамға біз уақытымызды бөлуіміз керек екен. Сол сияқты енді кішкене Әлекеңе сөз берейін. Әлекеңнің де тағы да айтар болуы керек. Әлеке, сіз бұл бизнесте жүрдіңіз, келдіңіз бізбен бірге. Сізге жұмысты бірден тоқтатып қою қиынға соққан жоқ па сізге? Әрине, сәл ол ортаға да үйреніп қалғам. Ол жақта да жақсы адамдар, ол сияқтағыдай. Өзің жақсы болсаң, жақсы адамға, не дейді, жаңа қазақта сөз бар ғой, бір кісілік орын бар деп. Ол жақта да жақсы болды, айтпай. Әйтеуір, жолдастар таптық, ол жұмыстан да. Коллективіміз өте жақсы болды, жастар болды ылғи. Сөйтіп, ол жақта да жақсы жұмыс істедік. Сосын ол жақты қимай бұл жаққа келдік. Бұл жаққа келсек, ол жақтан да әдемі, тамаша, не деген керемет жерде. Аллаға шүкір. Осындай орта тапқанымызға. Әйтеуір, мына пенсияға шыққаннан кейін болды, енді үйде отырамыз демей, мына көптің ортасында көпшілікпен жұмыс істеп жатырмыз. Әйтеуір, сауапты іс. Сатып атқан жоқпыз, басқа қылып атқан жоқпыз. Айтып, өнімнің жақсы екенін айтып, халыққа түсіндіріп, түсінсе, өзіне керек болса алады, керек болмаса өзі біледі, енді ешкім заставить етпейді. Бірақ барынша түсініп, мынау шөппен, бұрынғыда ата-бабаларымыз шөппен еңбегін ғой теріп. Бұндай химикаттары болмаған бұрын. Сол бұрынғы ата-бабаларымыздың мынау сарқыты ғой, енді бұлар сол шөппен жасап халықты емдеп жатқаны. Шөптің несі өте жақсы. Соны түсіндірмей, әйтеуір жұртқа түсіндіреміз. Алған адам алып, әйтеуір жазылып рахметін айтады, алғысын айтып жатады. Сосын әйтеуір бұл жерде ешкім неғылмағасында балдарымыз да, қыздарымыз да өсел қап келдік. Әйтеуір қолдарынан келгенше жұртқа, халыққа әйтеуір жақсылық жасайық. Бір болмаса бірінің, әйтеуір бір болмаса бір періште болып, жақсы тілектері тиер бізге. Әйтеуір түп жаман емеспіз ғой. Алланың берген бұйырғанын ішіп алып жатырмыз әйтеуір. Командаға рахмет. Командамыз қандай тамаша. Бізде қазір енді аяғын үзеңге салып тұрған 3 құрам бар. 3 қола құрам бар уже. Құда қаласа, осы жыл ілініп қалады, құда қаласа. Артымыздан еріп келе жатыр. Жақсы өте. Рахмет командаға. Кейде анау комнатта толып отырамыз, кабинетте. Сонда клиенттеріміз көп екен ғой деп қалады кірген кісілер. Жоқ, клиент емес, өзіміздің командамыз бұл деп қоямыз. Клиенттер келгенде вообще симай қаламыз комнаттарға. Оған да Құдайға шүкір. Әйтеуір. Ал, Шека айта беріңіз. Рахмет, Әлеке. Бұл кісі енді басқа саланың адамы болған. Бұл кісі енді жақын уақытта келді. Жаңағы енді бір саладан екінші салаға ауысып, кемелденуге уақыт керек. Бізде мынау қанша 40 жылдай жұмыс істедік қой, енді бізде тоқ аппаратпен жұмыс істедік, сосын жазу болды бізде. Мына сөйлеуді үйретпеді. Сосын сөзге сәл шорқақтау болып жатырмыз, енді айып етпейсіздер. Жалпы бұл кәсіпте кереметі басқа, енді бір Аллахтың сүйген құлымыз деп бағана сөзімнің басында айтып қалдым ғой. Біз ешқандай таңдау жасаған жоқпыз, тек қана біз адамға келдік. Бұл бизнесте адамға келеді екен ең бірінші кезектегі мәселе. Біз Маржан ханымның сол эмоциямен шақырған керемет денсаулық бар деп, сол кезде маған керегі денсаулық еді, менің осал тұсымды басып шақырды. Арман қарай біз Аллахтың қалауымен өте дұрыс желілік кәсіпке келген екенбіз. Себебі қазіргі таңда енді 10 жылдың көлемі болып жатыр жұмыс жасағанымызға. Салыстырмалы түрде бұл желілік кәсіптің ішіндегі Happiness компаниясы ең үздік компания деп мен толық аузымды толтырып айта аламын. Құрылып қойған бір жүйе ешқашан өзгеріп жатқан жоқ. Өнімдердің барлығы жаңа технологиямен жасалынған.
ешкімнің алдына ұятқа қалмайсың. Основательдеріміздің кішіпейілділігі, яғни үш апамыздың, ол кісілердің кемеңгерлігі, ол кісілердің адамгершілігін мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Ол кісілерге басымды, өле-өлгенше басымды иіп өтемін. Қанша Аллах тағалам ғұмыр берсе, сонша өмірімізді Алла бұйыртса, осы Happiness компаниясында барлық мүмкіншіліктерін жасауға, істеуге, ішуге, қызмет жасауға дайынбыз, тоба деп айтайын. Ал енді желілік кәсіпте өмір бойы ізденіс керек екен. Өмір бойы ізденіс. Ол ізденіс бізді жаман жалуға апармайды. Ол ізденіс бізді кемелдендіртеді. Кәсіпте бізге ең бірінші керегі мінез екен, білімнен бұрын. Мінез дұрыс болу керек. Мінез қайтпас, қайсар болу керек екен. Бір бетке алдыңыз ба, бір нәрсені бастадыңыз ба, аяғына апарғанға дейін оның шыдамдылық танытуымыз керек екен. Енді қараңыздар, бұл бизнеске келуде достарымыз, туыстарымыз, ағайындарымыз, жекжаттарымыз әрине ол кезде қырын қарады бізге. Кішкене басқа кәсіптен бұл кәсіпке ауысқан кезде болады ондай жағдай. Бірақ сол кезде шыдамдылық керек. Мен демек келдім, жасаймын. Мен нені жаман деп кетуім керек бұл жерден. Денсаулығым сөйлегеннен кейін бұрылып кетуім менің адамгершілік емес қой. Қой оның ақырын соңына дейін жетейін. Кішкентай дәмін татқаннан кейін, кішкентай ақшасын алғаннан кейін, әрман қарай не бар тағыда, не бар тағыда, не бар тағыда деудің нәтижесінде адам кемелдене бастайды екен. Ізденгеннің нәтижесінде кемелденеміз. Ал кемелденген адам екі дүниенің жарығы болады екен. Сондықтан да мына сөзбен аяқтағым келіп отыр. Базарда бәрі тұрады. Қараңыздар, мен мына жерде кішкене қарайыншы. Базарда бәрі тұрады. Не қажет жаныңызға? Бірақ нарықта тек қана жарнамасы барлар ғана қалады. Жарнама мінекей, өнімді біз тек қана айтуымыз керек. Айтуымыз керек. Мынау 21 ғасыр жарнама ғасыры. Соны білейік ағайын. Маркетинг жоқ жерде, даму да, процесс те жоқ, масштаб та жоқ. Көрдіңіздер ма? Сондықтан біз мынау телефон арқылы, жарнамалау арқылы бұны білмейтін қаншама қаракөз қандастарымыз бар. Қаншама қаракөз қандастарымыз дұрыс тағам жеп жатқан жоқ. Тамақтың бәрі химикат қазіргі таңда. Судың бәрі сапасыз. Су красительный, тәтті тағамдар өте көп, шала пісірілген тағамдар өте көп, ауру өте көп. Ал біз осыны жарнамалай отырып, заманның ағымына сәйкес кім болса да, жасы үлкен болсын, кіші болсын, барлық адам жасай алады бұл бизнесті. Өте қолайлы, жанға жайлы, ұзақ өмір, денсаулық бар бұл жерде. Адамдарға жасау мейірімділік бар, жасампаздық бар бұл жерде. Бұл компанияны әкелген спонсорларымызға алғысым шексіз. Және бір айта кететін жағдай, құрметті серіктестер, жаңа келген арамызға қосылып отырған серіктестер болса, жасаңыздар, әрекеттеніңіздер, алға қарай жылжыңыздар. Барлық іздеген армандарыңыз бұл жерде бар. Осы жерге келіп 10 жылдың ішінде, тоба деп айтайын, қызыммен, баламмен бірнеше шетелдерді араладым. Тегін ғой, киіміңді береді, ақшаңды береді. Не қалайсың? Ол елдің тамағын қаламасаң, өз қалаған тамағыңды же дейді. Одан артық не керек бізге? Тек қана мына ішкен өнімімізді адамгершілік тұрғыда жарқыратып тұрып, жайнатып тұрып айту керек. Мына осы эфиріміз, біздің мынау жасалынып жатқан эфиріміз, қазақ халқының, жалпы адамзаттың барлық 17 мемлекетте жасап жатқан барлық серіктестеріміздің мынау эфир арқылы жұмыс жасап, оянбай жатқан серіктестеріміздің оятуына мүмкіндік болады ма? Қайтсек бай қуатты болады деп шырылдап, біздің жоғарғы көшбасшыларымыз осындай 1 сағаттық эфир ұйымдастырып отыр. Міне қараңыздар. Сондықтан да бұл эфир көптеген отбасылар үшін жарық сәуле болсын, көп отбасылар үшін береке болсын, көп отбасылар үшін үлкен өмірге керемет шамшырақ бағдаршам болсын деп біз эфирді аяқтаймыз. Рахмет. Айтарыңыз бар ма, Алеке? Рахмет, тыңдағандарыңызға, баршаңызға рахмет. Алла разы болсын. Аман болыңыздар. Істеп жатқан кәсіптеріңіздің биіктеріне шыңына шығыңыздар. Бәріңізге денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар. Біз сіздермен қоштасамыз. Сау Рахмет. сәлеметте болыңыздар.